Анар, яғни гранат ең пайдалы жемістердің бірі. Оның құрамында организмге қажетті көптеген дәрумендер бар. Нақтырақ айтқанда, анардың 9 түрлі емдік қасиеті бар екен. Оның қандай ерекше қасиеттері бар, бүгінгі видеода айтатын боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл сіздерге өте пайдалы болмақ. Гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісі қан аздық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стақан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын тазалайды. Жеміс қабығынан жасалған су тұнбасын немесе шырынын ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. Радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын, немесе радиациясы жоғары аймақта тұратын адамдарға ішкен жөн. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы құрамында құрттарға қарсы пельтиерин, изопельтиерин сынды алкалоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Бүгін анар жемісі жайлы сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ем болсын.